12-ші есеп. Осы өрнектің ықшамдалған түрін көрсетіңіз. Бізде өрнек берілген, оны ықшамдау үшін біз жақшаларды ашуымыз керек және ұқсас мүшелерін біріктіруіміз керек. Ендеше жақшаны ашайық. Минус 8,2-ден 1 x қосылған 6,3 y қосылған болмайды, себебі бізде жақшаның алдында минус 1 бар, минус 1-ге көбейтеміз, сонда минус 6,3 y болады. Минус 1-ді минус 5z-ға көбейтсек, ол бізге 5z-ді береді. Минус 2-ні минус 4,125x-ға көбейтсек, мұнда көбейтейік. Минус 4,125 көбейтілген 2 дейік. 2-ні 5-ке 10, 1 ойда, 2-ні 2-ке 4, ойдағы 1 мен 5, 2-ні 4-ке 8, және үтір 2 орыннан кейін, демек бұлай алып тастасақ болады. 8,5 минус, және мұнда минус бар, демек ол плюс 8,5 x болады. Минус 2-ні минус 2z-ға көбейтсек, ол плюс 4z болады. Және минус 2-ні минус 4,195 y-ға көбейтсек, оны да мұнда көбейтейік. 4,195-ті көбейтейік 2-ге. 2-ні 5-ке 10, 1 ойда, 2-ні 9-ға 18, ойдағы мен 19, 1 ойда, 2-ні 4-ке 8, ойдағы мен 9. Үтір 2 орыннан кейін, демек бұлай 9,9. Минус пен минус бізге плюсті береді, сонда плюс 9,9 y. Енді осы өрнекті ықшамдайық. Бізде мынау минус 8,2-ден 1 x дегеніміз ол аралас сан түрінде тұр, біз оны ондық бөлшекке айналдырып алайық. Толықтауыш көбейткішіне 5 берсек, сонда ол бізде минус 8,5 x болады. Минус 6,3 y қосылған 5z қосылған 8,5 x қосылған 4z қосылған 9,9 y дейді. Енді қарайық. Бізде x бар сан, ол міне минус 8,5 x және плюс 8,5 x. Яғни бұл сандар бірдей және таңбалары қарама-қарсы болғандықтан, мысалы біз минус 5-ке плюс 5-ті қоссақ, ол 0-ді береді. Дәл сол сияқты. Минус 8,5-ке плюс 8,5-ті қоссақ, ол 0 болады. Енді y-гі бар сандарды қарайық. Ол міне минус 6,3 y және 9,9 y. Енді қараймыз. 9,9 y-тан 6,3 y-ті азайтсақ, ол бізге 3,3 y-ті береді. 3,6 y-ті береді. Мұнда азайтсақ, қараңыздар. 9,9 азайтылған 6,3. Үтірдің астына үтір жазылды, бүтін бөлігінің астына бүтін бөлігі жазылды. 9-дан 3-ті азайтсақ 6-ға тең, үтір қоямыз, 9-дан 6-ны азайтсақ 3, міне 3,6 y. Және бізде z бар сандар 5z қосылған 4z, ол бізге 9z береді. Қосамыз 9z. Бірақ нұсқалардың ішінде біз ондай жауап көріп тұрған жоқпыз. Яғни ортақ көбейткішін жақшаның сыртына шығару керек. Ендеше 9 3,6-да 9-да ол 9-ға бөлінеді. 9-ды жақша сыртына шығаратын болсақ, бізде 3,6-ны 9-ға бөлсек, ол 0,4 y болады. 9-ды 9-ға бөлсек 1, яғни мұнда плюс 1 z болады. Демек, мынау өрнекті ықшамдаған кезде жақшаларын ашып, таңбаларын реттеп, ұқсас мүшелерін біріктіріп, бізде осындай жауап шықты. Жауап нұсқаларының ішіндегі дұрысы ол Б нұсқасы.